Сәлеметсіздер ме, қымбатты шақырылған қонақтар, ардагер ұстаздар, аталар, оқушылар, Бақытгүл Ыбырайқызы, Төкен ағайдың ұлы азамат, Еркетай апай, Тұрғын апай. Бүгінгі біздің іс-шарамызға қош келдіңіздер. Бүгін біздің аудандық кітапханада тағы бір тағылымды іс-шара өткелі тұр, және оған өздеріңіз куә болған отырсыздар. Рухани жаңғыру туған ел бағдарламасы аясында біздің аудандық кітапханада бір жылдан астам уақыт өтті. Наурызым кеше, бүгін, ертең деген жоба жұмыс жасауда. Бұл жобаның жетекшісі мен өзім. Бұл жобаның мақсаты осы өзіміздің ауданның өсіп өркендеуіне үлес қосып, қажымай талмай төзімділіктің, даналықтың үлгісі болып келетін жерлес аға буын өкілдерінің өмірін, еңбек жолын насихаттау, таныстыру, халқымыздың асыл қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, үлкенді сыйлау, салт дәстүрден нар алып өсуіне, жақсы мен жаманды ажырата білуге, аталы сөзден ғибрат алуға тәрбиелеу. Бүгінгі еске алу кешімізді ұстаздық жолын физика пәнінің мұғалімі болып бастап, ауданымыздағы Қара Шаңырақ білім ордасы Жамбыл орта мектебінің директоры болып, 30 жыл қызмет атқарған Қазақстан Республикасының білім үздігі, ерен еңбек үшін медалінің, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 10 жылдық және 20 жылдық мерейтой медальдарының иегері, сонымен бірге Наурызым ауданының құрметті азаматы Сүтемгенов Төкен Көпешеліне арнадық. Тіршілікте көрінеміз өлместей, тұра алмаймыз ерегеспей, белдеспей. Өтейікші бірімізді біріміз, өшіктірмей, өкпелетпей, сендеспей. Кетті олар, кеңескенді жол алды, қажымайтын азаматы қоғамның, қасиетін паш етейік солардың, қателігін кешірейік солардың. Ескі көздер бара жатыр азайып, олар жайлы ойламаудың өз айып. Ей тірілер, соларды бір еске алып. Ал енді назарларыңызды экранға бұрсаңыздар. Төкен Көпешелінің әр кезеңде түскен суреттеріне көз жіберіп, өткен шақтарға бір барып келейін. Сүтемгенов Төкен Көпешелі 1945 жылы 7 қазанда қазіргі Наурызым ауданы Мереке колхозында туған. 1952 жылы 1 сыныпқа қабылданып, 1962 жылы Мереке орта мектебін бітіріп, сол жылы Алматы сауда техникумына оқуға түсіп, 1964 жылы оны тәмамдайды. Осы жылы Қарағанды мемлекеттік педагогикалық институтының физика-математика факультетіне түсіп, 1968 жылы аяқтап, Наурызым ауданындағы Жамбыл орта мектебіне физика пәнінің мұғалімі болып жұмысқа қабылданады. 1978-82 жылдар аралығында осы мектептің директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары болып жұмыс істеді. Наурызым аудандық атқару комитетінің 1982 жылғы 22 шілдедегі номер 249 жылғы шешімі бойынша алғашқы қазақ мектебі Жамбыл орта мектебі ашылды. Аталмыш мектепті сол жылдың 1 қыркүйегінен бастап 2012 жылдың 1 қыркүйегіне дейін, яғни 30 жыл осы білім ордасын басқарды. Құрайын жібек сөзбен өлең өрнек, шын мықтының еңбегін елегене, білімді ұстаз, білікті маман болып, қызмет еткен жансыз шебер өрлеп. Әр қашанда ісіңе адал болдың, жемісін ертеңгі күн көредер деп, сіз секілді ұстаздан үлгі алып, ұлтым дейтін ұландар өне бермек. Үйретуден балаға жалықпаған, білім бәріне бере бермек. Қайтсе бір күн жемісін береді ғой, 30 жылда сіңірген
ерен еңбек. Бағбан күтсе ағашын, жапырақ жаяр мәуелі, бермессің қалай бағасын, қастерде оны әуелі. Диханда жерін сүйеді, топырағы анасы, адамзат басын иеді, кімнің бар оған таласы. Ұстазды бірақ бағбанға, диханға да теңеме, ұстазға тең жоқ жалғанда, тұрағы шың төбеде. Ал енді кезекті естеліктерге құлақ салсын. Аманбысың көз көргеннің ыстық қашан өзгеден, аздап бетке әжім түсіпті, одан басқа өзгерген жоқ, өзгерген дей келе, алғашқы сөзді осы Тойкен Көпешұлының інісі болған Қайролла аға өзіңізден бастаса. Тойкен Көпешұлын қашаннан танисыз, қалай білсеңіздер, сол туралы айтып өтсеңіз. Сол қажетті бір сөз. Құрметті мынау жиналған қауым, әділ шақырған ағайлар бар, арамызда үлкендер. Енді жаңа осы кітапхананың қызметкері таныстырғанда ағайдың өмірбаянын айтып кетті деп айтуға да болады. Шындығына келсем, мен енді Тойкен ағаның өмірбаянына алып қосарым аз, бірақ енді арасында айтайын дегенім, Тойкен ағайдың өкшесін басып келатқан інілердің біреуі едім. Сол жаңа айтып кетті ғой, Тойкен аға мереке орта мектебін бітірді. Сол Тойкен ағайдың бітірген мектебінде мен де оқыдым кезінде. Ағай енді жас үлкен болғасын менен әрине оқыды. Мен өкістен кейіннен оқыдым. Бірақ енді айтайын дегенім, біз оқыған кезде біздің қалқымада мен орным. Сепілерікке солай орын тартылады. Мынау біз оқыған кезде бізде мектептерде қазіргі мектептер болған жоқ. Себебі айтайын отырмын, қазір балаларға мектеп бүкіл жағдай жасалынып, компьютер бар, басқасы бар, сондай жағдай туғызып балаларды оқытып жатыр. Ал енді біз оқыған мектептерде әр класста кәдімгі пеш болды. Кәдімгі құдық пеш қалады. Соған жеке-жеке әр классқа жеке-жеке әрденеді. Енді классың ішінде жарты еткенде күйеуде боласың, алдында күлдеуші бар, сөйтілген оқыған азаматтар, тағы сөйтілген школды бітірді, мектепте. Содан жаңа айтты ғой, жоғарғы оқу орнына түсті. Сол оқу орнын бітіргеннен кейін енді осы орында өздеріңіз білесіздер, орыс мектебінде біраз қызмет істеді. Содан кейін барып енді мынау қазақ школының енді артық болмайды. Мен айтсам, мысалшын Тойкен аға осы қазақ орта мектебін осы аудан орталығына аштыруға өте еңбек салып, соғысы осы қазақ школын аштырған өткізді. Сондықтан да осы қазақ школында қаншама оқушылар оқыды. Сол оқушылардың көбісі сол ағайдың жолын қуып кезінде сол мұғалімдікке оқып, олардан кейбіреулер осында, кейбіреулер басқа жерде ұстаздық жұмысқа келіп орналасып ұстаз болып жатыр. Олар да қазір балалар тәрбиелеп отыр. Сондықтан енді айтайын дегенім, ағай ұстаздардың ұстаз деп айтсақ артық та болмас деп айтамын. Ал енді ағайдың осы қанша еңбегінен де айтып отырмын ғой, бұл кісі мен осы өзім білуімше ағай даже нөмеріп ұйықтамайтын әден дұрыс. Әзір бір боранда мен білем, ағайдың бір мектепке қарап жүргенде бір ашық қалған терезеден бүкіл кластың ішіне қар кіріп кеткен, әппақ. Түн ішіндегі соның аралап қарап әлгі жауып, сонда еңбек қорлығын айтам ғой. Қазір мысалы кейбіріндейлер басшылар ондай жүріп қарамақ түгіл нетіп жатқан жоқ. Бұл жаңалықтан қарап отырсам, Астанадағы салған үйлер кірпіштердің арасында
несін растворда салмай жай тастайды етсе салып контроль орысқан контроль жоқ деген сөз ғой. Ал сол неге сол басшы болғаннан кейін кәдімгідей өзі жүріп өзін етіп кәдімгідей сондай қадағалап жұмыста сондай тыңғылықты сондай жұмыс істегенін айтамын. Енді абзалы айтайын дегенім қазақта мынандай сөзі бар. Алаштың 6 баласы жиналса дейді бір жерге 4 ұстаздікі дейді. Ұстаз деген кісілерді, мысалы біз өзіміз мектепте оқып жүргенде ұстазды бүкіл халық көп сыйлайтын. Сондай сыйлыққа ұстаздар ие болды. Мынау кейінгі енді ұрпақтардың ішінде де бәрі жаман или жақсы деп айтпаймын, бірақ ұстазды халық сыйлады ғой. Ал енді кейбірінің ішінде, кейінгі жастардың ішінде ондайлар жоқ. Ал енді мынау ағайменен бірге жұмыс істеген азаматтар отыр, олар енді ағайдың жақсы жерлерін тәрбиесі алып айтады ғой. Бірақ ағайдың жақсының жақсылығына жортасың дейді. Былтыр күздің күні осы ағайдың атына қалдырған ізің мәңгілік деп ана мектептің ішінде бұрыштама жасап, соған қазіргі мектептің басшысы Рауан Жүсіп қойды, мыңдап рахмат. Сол неге амырлық болып, осы бүкіл ауданның бұрынғы совхоздары мұғалімдерді шақырып, солардың арасында байқаусындағы турнир ұйымдастырып, ең ақырысында сол мектептің асханасында ойларын сойып, ауданның имамын шақырып, енді ағай о дүниеге болып кеткесін, неге сол кісіге құрметін көрсетіп, сол дұға оқытып, ағай туыстар шақырып. Содан кейін былтырда мен алғысымды айтқан едім. Былтыр бақытым болған жоқ сенген азамат бірақ болды. Тағы да айтам, бұл сөз өздері де айтады. Рауанға да рахмат, сіздерге де мыңда бір рахмат. Бүгінгі күні осындай ағайды еске алып, сол кісінің жақсылық жағын нелерге шақырып осындай айтып түсіндіріп беріп жатқандарыңызға қызметтеріңізге мыңда бір рахмат айттым. Сол енді ағай әлден келгенше осы еске алып ара тұра болса да осындай кейінгі ұрпақтары ағай туыстары болып, сіздер болып осындай құрмет көрсете берейік. Бұл да бір жаңа басында айтып кеткен ғой. Абзалы үлкен сыйлау деген, или мынау осы дүниеден өтіп кеткен аруақтарға құрмет көрсету деген, бұл біздің атамыз қазақтан атадан балаға келіп жатқан жақсы бір дәстүр. Соны сіздер жалғастырып жатсыздар, әр уақытта сондай жақсы осындай істерге сіздер мұрындық болып осындай ұйымдастырғандарыңызға айтам ғой. Солай бола беріңіздер, еңбектеріңіз жана берсін, сіздерге мыңда бір рахмат айтамын. Рахмет аға. Мәселеге келсек, аудандық кітапхананың оқырмандар залының кітапханашысы Балмекен Шәкібаеваның орындауында әкеге сағыныш әнін қабыл алыңыздар.
көрнекті жазушы Зейнолла Қабдолов айтқандай, жер бетінде адам тәрбиелеуден асқан абыройлы іс, ардақты жұмыс жоқ екеніне көз жеткізесің. Әр ұстаздың өмір жолы, еңбек жолы өз алдына бір әлем. Асыл жар, аяулы жар Құдай қосқан, өзіңсіз көңілімді мұнар басқан. Егерде сен болмасаң көкте күнмен, көгімде күлімсіреп тұрарым аспан. Уық қостың сен менің оғыма, жылынамын жаныңның жылуына. Жар болғалы өзіңді ұмытқансың, өлектеп менің ыстық соғыма деп. Келесі сөз кезегін Тойкен Көпешелінің асыл жары Бақтықұл Ыбырайқызына береміз. Бақтықұл апай, сөз кезегі өзіңізге. Келген кісілерге барлығына көп рахмет айтамын. Иә, осындай айтамын. Әрқашан сіздерге тойлар ниеттер. Сіздерге зор денсаулық тілеймін. Семьяда бақыт тілеймін. Әрқашан сұлулы балаларыңыздың қызығын ғана көріп, туыстарды жақындатып, араласып, сөйтіп атсаңыздар өте жақсы, рахмат. Біз енді осылай Тойкен Көпешевич енді бірінші естіп келіп отырсыздар. Барлығыңызға келгендеріңізге рахмат айтамын. Иә, әрқашанда сіздер тек қана жасылын ғана көріңіздер. Әрқашанда тек қана қуанышын көріңіздер. Біз енді осы жерде 68-де келдік, 68. Содан осы жердеміз, осы жерде тұрамыз. Екі үйге ораластық, басқа үйге, бұл жерде Абай көшесінде тұрдық, одан қазір неде? Амангелді көшесі, сонда тұрамыз. Әрқашанда сіздерге ниятым басқа тек қана жасылық қана болсын. Әрқашан семьядарыңызда балаларыңыз өте берсін. Біздің енді сол Тойкен Көпешевичпен бірге семья құрып осында тұрып жатырмыз. Уже 68-де кетсем 55 сондай жұмыс уақыт өтті. Сені болғаннан кейін сол балаларымыздың шетінен ақырында өсіп жатырмыз. Барлығы сол
өзі енді басқаша өмір сүрді. Қазір тағы да өзгеріп жатыр ғой. Әрқашанда да сол тек қана жақсылық болсын. Әрқашан пенсия бірінші. Микрофон жақынырақ. Иә. Сол өмірді көрсетіп келе жататынбыз. Мені кейде сөйлемей қалатын. Иә. Сол балалардың қызының осылардың жасауында жүріп отырмын мен кешпей. Ешқайда қыздар Алматыда тұрды екен. Сол Алматыда осында бізде болса бізде болды. Қайдан бізде болады. Азамат бар. Азамат үйленіп, кішкентайын көріп, сөйтіп отырсам рахмет айтарым әрқашанда. Сол мінекей жаңа мектеп туралы айтып жатыр. Мінекей осы Қанаттың баласы қазір директор школы. Осы Тойка сияқты үлкен азамат бол. Әрқашан тек қана сол мектеп десе ғана Тойкин азамат қыздар звондаса айтады, мені шақырып жатыр деп жанталасып жуып кететін. Анау шаруаға қарамастан, бізге де қарамастан солай жүгірді. Күндіз болсын, түнде болсын, сағат 11-12, немесе түнде 3-те звондайма, сразу жүгіретін. Әрқашанда енді осы жаңа айтып отырсыздар. Жасылығында жұмысын бірге жүрдік қой. Сол 30 жыл жұмыс істедім мен де мектепте. Қазір енді сол балалардың қызын көрсем екен деп отырмын. Сіздерге толып жатқан мехнаттар, нелер, өмірдің мехнатына көрмеңіздер. Тек қуанышын ғана көріңіздер. Балаларыңыздың қызығын көріңіздер. Рахмет. Әрқашан зор денсаулық тілеймін. Барлығыңызға да ауырмаңыздар, сау болыңыздар, ауырмаңыздар. Ұстаз мектептің де, қоғамның да, білімнің де, ғылымның да, ұлттың да, адамгершілік пен ерліктің де, жақсы мінез бен ақындықтың да нағыз жанды өкілі. Ұстаз әрі ғалым, әрі шешен, әрі көшбасшы. Ұстаз мейірім, махаббат, сүйіспеншілік, жанашырлық сезімдерінің көрігі. Мемлекетіміздің өркениетті даму саясатының мектептегі насихатшысы да ұстаз. Данышпан да, дана да оқып сенен, атақ даңқын асырды бар әлемнен. Ұстаз деген аяулы асыл жанды, жақсы көрем, арнаймын жақсы өлеңден. Келесі сөз кезегін Тойкен Көпешеұлының әріптестері, ұстаздар қауымы өздеріңізге берем. Шығып сөйлей беріңіздер. Роза Мінайдарқызы, өзіңіз бастасаңыз. Құрметті бүгінгі еске алу кешіне жиналған қауым, мен бірінші осы аудандық кітапхана ұжымына үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Өйткені ұстаз деген көбіне еңбегі елене бермейтін, кейде ұмыт қалатын, бірақ өмірде барлық адамды тәрбиелейтін мамандық иесі. Міне сол бүгін осы ауданымыздың қара шаңырағы өткен 2022 жылы ашылғанына 40 жыл толған сол мектепті
ашқаннан бастап зейнеткерлікке шыққанға дейін барлық өз өмірін арнаған ұстаздардың ұстазы Төкен Көпешенұлына арналған кешті өткізіп отырғандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Әрине, 40 жыл деген былай қарағанда аз сияқты, бірақ ол кейбір адамдардың бір ғұмыры. Ал енді сол ғұмырының 30 жылын мектепте, тек қана бір ғана мектепте директор болып қызмет атқарған адам Қазақстанда санаулы ғана шығар. Сол санаулылардың бірі осы Төкен ағай. Мен бұл мектепке, мектептің құрылғанына 11 жыл болғанда келдім. Сол кезде ағай жап-жас жұмыс істедік қатар бірге. Бір ағайдың ерінбейтін қасиеті бар. Ол таңертең сағат 7-те барсаң, сол 7-те мектептің қасында тұрады. 8-де барсаң, 8-де тұрады. Кешкі көбіне біздің қазақ тілі мұғалімдері кештетіп шығамыз, олимпиада, тағы басқа жұмыстар болады, дәптерлерімізді қараймыз. 9:30 кешке шыққанда төменде ағай тұрады ғой. Онда кейде мен ойлайтын осы ағай тамақ ішпей ме деп. Соның артынан Бақытгүл Ибраевна кейде күліп айтатын. Бір қарасам ұйықтап атады, бір қарасам Төкен орнында жоқ болады, мектепке кетіп отырады деп. Міне солай өзінің барлық өмірін осы мектептен тыс ағай елестете алған жоқ. Мектеппен бірге кәдімгі сол өзінің үйі сияқты есептеді. Мектептегі әрбір қай кабинетте, қай партаның бейінті босап тұр, қай кабинетте есігінің кілті дұрыс жабылмай тұр, топсасы шығып кетті, соның бәрін ағай жатқа білетін. Және кейде енді асығып жүресің, сосын форточканы ұмытып кетесің ба ашуды. Сонда ағай келгенде айтады, анау пәленші кабинеттегі терезе ашық қапты ғой, мен жаптым дейді. Сонда енді былай қарасаң жай нәрсе сияқты, бірақ бұл сонда сол мектепке деген үлкен жанашырлық, барлық ынтасымен, жігерімен, сол мектеп таңертең оқушылар келгенде шаң тозаң болып тұрмасын деген ой, қамқорлық деп ойлаймын. Ағайдың бір қызық мінездері бар тұғын. Кейде, мысалы, мектепте үлкен бір балалар жарыстарға барып, орын алып келсе, ағай кәдімгідей мәз болып, қуанып күлетін. Сол күлкісі әлі көз алдымызда, ағайдың қуанған кездегі. Сосын ол кісі әрбір оқушының, мысалы, мектепте 500 балаға дейін оқыды ғой, сол әрбір оқушы кімнің баласы, оның әкесі кім, шешесі кім, бәрін жатқа біледі ғой. Кейде біз білмей қалған кезде, ағай ана бала бар ғой, кім еді соның ата-анасы деп ағайдан келіп сұрайтын кездеріміз болатын. Міне бұл да сол өзінің атқарған жұмысына деген үлкен адалдығының бірі болған шығар. Сосын наурыз өткізер кезде ағазда өмірі тыным болмайды ғой. Сол ағай мен бірге 93 жылдан бастап наурызды мына жерде орталық алаңда өткізеді ғой. Сонда ағай анау күйгіз үйдің бүкіл жабдықтарына дейін өзі кімде не бар бәрін жатқа біліп сұрап алып келіп соны қоямыз. Содан кейін оны таратады. Сонда бір жылы мынандай қызық оқиға болған. Таңертең енді ертерек жабдықта көріп 6:30-да күйгіз үйдің қасына келсем, ағай уже күйгіз үйдің қасында тұр. Сосын күйгіз үйді ашып, ағай екеумізге кірдік. Сосын айтады, Розау, аңыр келгенше іле бер, дейді. Сосын енді ілейін десем, ана булавка, тереу жоқ. Мектепте қалып қойды, сосын айтам, сосын тұрым енді үндемей, сосын бірақ айтады, Роза неге тұрсың? Ағай булавка мектепте қалып қойып бізесін, ой, мен жүгіріп барып алып келе қояйын дейді. Сонда ағай, мен директормын, ана басқаларды жұмсай деген ой болмайды ғой. Сондай бір түрлі балалық сияқты қасиеттері мол болатын ол кісінің. Сосын кейде енді кейбір балалар болады, қиын оқушылар болады. Сосын ойлайсың ғой, өзің айтасың, көнбейді, сосын ойлаймыз кейде. Ағайға апарайықшы, директор ағай қатты ұрса қояды шығар деп. Алып барғанда ағай, қалқам-ау, балам-ау,
сен бұның не дейді ғой, сонда Құдай бұл ағайға алып келсе, ағай қатты ұрсудың орнында қатты ұрсыған жоқ қой дейміз. Сонда артынан өзі айтатын, мен бірінші кезде ұстаздығымды бірінші бастаған кезде өте қатал болдым дейді. Адам жасы келе жұмсарады екен ғой. Қазір жұмсарып кеттім осы деп күлетін өзі кейде. Сондай мінездер болған. Қатар жұмыс істедік. Ағайда ең соңғы рет мынау почтаның алдында көрдім. Сентябрь айы ағай пенсиясын алып шығып келе жатыр екен, сосын мен ар жақтан келе жатқам, мені көріп тоқтап тұрды, сосын қасына келіп екеуміз амандасып сөйлесіп тұрмыз. Сосын бір уақыт айтады, Роза, сен көрінбейсің ғой мектепте дейді. Мен айтамын, ағай, мен апрельде кеттім ғой мектептен, қазір істемеймін десем, сен кетіп қалып бер. Мен ана бір 5 сағатым бар еді, мыналар биыл бермейміз деп жатыр, сол 5 сағатты дейді. Сосын мен айттым, ағай, сол 5 сағаттың керегі, сол 5 сағатта бола, сабағым бар деп келесіз. Мен одан да апайдың қасында шай ішіп, демалып отырыңыз, енді біраз жүрдіңіз ғой десем, мен сөйтейін ба, онда сөйтейін ба деп кетті. Сол жерде екеуміз әңгімелесіп тұрып, солай қоштасқанбыз. Енді ол кісінің ұстаздық жолы, мектепке деген ерекше қасиеті, енді білмеймін, қандай адамда қайталанатын, әрбір кабинеттің кілтін үйде ұмытып кеткен кезде ағайдан барып сұрағанда, ағай нөміріне қарамайды, қай кабинетке жатқа біледі ғой, сұрап алып берді. Сондай енді білмеймін, өзіне бүкіл жан тәнімен берілген адам болды ғой. Енді апаймен де қатар жұмыс істедік, бірақ апай пенсияға шыға салысымен бір күнде қараған жоқ, кетіп қалды. Апай өте мәдениетті адам болды. Мысалы, кездеседі ғой өмірде, мен бастықтың әйелімін деп, кеудесін көтеріп, басқаларға қаттырақ сөйлейтін сондай адамдар болады ғой өмірде. Жоқ, апай бар ма мектепте, жоқ па, білмейді. Апай өмірі ағайдың бір ісіне араласып көрген адам емес, өзінің сабағын береді, кабинетін ашады, жабады, кетеді. Сондықтан апай сізге енді ағай кетіп қалған ағайға берілмеген ғұмырды сіз жасаңыз, балалардың қызығын көріңіз, немерелердің қызығын көріңіз, әрқашанда аман болып, сол ағайдың шаңырағында отыра беріңіз. Тек қана жақсылық болсын. Рахмет Роза апай. Тағы да сөйлейтін ұстаздар қауымы. Құрметті қауым, қайырлы күн. Енді мен Төкен ағаймен 91-ші жылдан 2009-ға дейін 18 жыл қызметтестім. Бастауыш сыныпта істедім. Енді мінеки туған туысқандар, ұстаздар бір айтып отыр ғой, сондай бір. Енді бәрімізде қазақ семьясынан шыққаннан кейін төменде тұрып кезекшілікте тұрамыз. Үлкен класстың ұстаздары бар, біз қосыламыз оған. Өйткені сол мектеп бізге кішкене тарлау болды. Міне ұстаздар отыр ғой. 450 оқушы болды, 55 мұғалім болды. Сол сыймаймыз әлге. Мынау кішкентай класстар шу етіп шыға келеді. Үлкен класстың мұғалімдер баяғы бізге кішкене ренжиден шын айтқанда. Біз қой деп айғайлап жатқан бір кезде кабинеттен ағай шығып, бір ағайдың айғайы, сол 450 оқушының енді бір сменада 250 оқыса, соған бір айы сол жарайды ағайдың. Ер адамның кішкене айбын болады ғой енді, қазақша айтқанда. Не айтайын енді, өткенде ақпанның 9-ында осы зейнеткерлікке шыққан Астанадағы Қостанайдағы мұғалімдер жинау, осы мектеп атына кітап шығарды, бәрін жинау. Сонда енді өмірден озған ұстаздарды есіңізге алып, Қайролла Ержанұлы Құран бағыштап мінекей азамат ұстап отыр мінекей. Көзіңізге кішкене жас алды. Не деп айтамын енді ағайға? Білікті, Балатап сөйлей алсын деп. білікті, сондай сөзі өтімді,
мысалға біз бірдеңе шуылдасып әйел адамдар шеше алмай жатқанда ағай сол педсовет жиналыс болғанның өзінде бір сөзбен ғана шешетін. Біз ағайдан асып еш уақытта енді әркім өзінің ойын жеткізіп былай айтады ғой, мынау жаңадан компьютер біз істеп жүрген кезде біздің ізімізді мінекей жастар басып отыр. Енді ол жатып алып кейде ойлаймын, ол кездегі мұғалімдер қазақша айтқанда мүйізі қарағайдай осы Наурызым ауданында қанша мектеп болса, Қайғыдасың Қарағай, мынау Қожада Нұрсұлтан ағай, Дәмдіде Апетов ағай білесіздер, Раздольныйда Қасым ағай өзі, сол кісілер Тойкен ағай мінекей, сол кездерді кейде жатып алып ойлаймыз. Ал енді қалған жастарға еш өкпеміз жоқ. Заман енді жыл сайын өзгеріп жатыр дейді. Енді мына отырған жас мұғалімдердің бәрі сол қазақша айтқанда қара шаңырақтан шыққан сол мектептің оқушылары. Енді қара шаңырақтың мағынасы өзі бұрынғы ата-бабамыздан келе жатқан ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, соған ие болып басшы болғасын айтады. Сол қара шаңырақтың иесі мен айтар едім Тойкен. Ал енді жаңадан келіп жатқан жас буындарға тек қана табыс тілеймін. Қай мектеп болсын, қай ұстаз болсын, барлығыңызға да. Үлкенді сыйлай біліңіздер, сұраудан жалықпаңыздар. Мысалға біз шынын айтқанда, мына жастарға да өзінің қатар істеген жастар, Гүлбағдат, Күлбәбенова Салтанат, мысалға біз компьютер жағына кішкене шорқақтау болды енді, оны жасыра алмаймын. Олар мына таңертең келеді қыздар, сол түнгі 10-11 деген компьютерде отырады. Біздің қағазымызда басады, өздерінікінде басады. Біз көп-көп рахметімізді айтамыз, түсінбегесін жалынамыз ғой енді оларға. Ол да бір өмір екен ғой деп ойлаймын. Ал енді қазір айтады, ойбай, компьютер бәрі оңай дейді. Бірақ іс жүзіне немелеріміз өтті, солардан да білеміз. Мынау оқу процесі өте қиындап кетті деп ойлаймын. Өзім түсінігім бойынша. Ана қаладан кейде немерелер, бастауыш сыныпта оқитындар, әже мынау қалай дегенде, мен айтамын, кішкене бір сағаттан кейін звондаңдар, мен өзім түсініп алайын, сосын барып сіздерге айтамын. Оны жасыратын ештеңе жоқ. Қазіргі методика өте қиын. Ал апай, ауырмаңыз, азамат қара шаңырақтың иесі сенсің, кішісің деді. Мамаңа көп көңіл бөлуіңді сұраймыз. Апай қартаймасын. Осылай сіздердің бала-шағаның, немеренің, туған туысқандардың ортасында, ұстаздардың ортасында апайларың жүре тұрсын. Саған тек қана Тойкен ағайдың абыройын тілеймін. Ал барлық осы отырған қауымға ұстаз деген енді қалай ең бірінші менің оқыған ұстазым Жамбыл ауылында оқыдым, бірінші класста. Бекбай Келі ағайдан оқыдым. Сол кісінің бірінші класста оқыған ұстаз. Еш уақыттан ұмытпаймын сол кісіні. Ал енді барлықтарыңызды, жанұяларыңызда тек қана осындай үлгі тұтарлық азамат болсын. Немерелеріңіз, ұлдарыңыз азамат, қыздарыңыз азаматша болып өссін. Мына отырған өзімнің әріптестеріме тек қана жеңіс тілеймін. Көп рахмет. Жаңа Балапан апай айтып жатқан міне, бұл кітапта Жамбыл орта мектебі мұғалімдерінің өмірбаяны мен педагогикалық еңбек жолдары баяндалған. Мектептің осы жылдар ішіндегі жеткен жетістіктері, озық іс тәжірибелері, атқарылған іс-шаралары бойынша түсірілген фотоестеліктермен толықтырылған. Естелік кітап ұстаздар қауымына, мектеп түлектеріне, мұғалім мамандығын таңдаған жас мамандарға арналады. Ұлттық тәрбие ұясы деген кітап. Осы кітапты біздің аудандық орталық кітапхана ұжымына тарту етіпті. Сіздерге көп рахмет, мың алғыс. Келесі кезекті тамаша бір әнге берейік. Аудандық мәдениет үйінің аккомпаниаторы Ара Ерсарының орындауында туған жер әнін қабыл алыңыздар. Енді
ауырғанын, жанашырым жақытын сендерсіңдер, қайысқанын білдірмес қабырғамның дегелі. Ортамызда отырған Тойкен Көпешеұлы бауырларына сөз кезегін берсе. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Біріншіден айтқым келеді, осы аудандық кітапхана ұжымына, мәдениет ұйымына үлкен алғысымды айтқым келеді. Осы шараны ұйымдастырып, Тойкен ағамыздың жолын насихаттап жатқандарыңызға рахмет көп. Енді биографиясы өмірбаяны айтылып жатыр ғой. Ылғи да класс сағаттарында да осы қазақ Тойкен ағамыздың мектебі ылғи класс сағаттарында да мынау 7 ноябрьде өткізілетін іс-шараларда ылғи айтылып жатады. Енді мен Тойкен ағамның үлкен ағасы Қабкеннің қызымын. Өзі 3 ағайынды жігіт. Үлкені менің әкем Қабкен, Көпейшін Қабкен, ол кісі Мереке ауылында главный бухгалтер, әр саланың бухгалтері болып істеген, бүкіл саналы ғұмырын ауылдың өміріне арнаған кісі. Сол ауылда туып өсіп, сол ауылда жұмыс істеп, сол ауылда қайтты. Енді бүкіл ел ол кісіні сыйлады. Торғай өңірінде жұмыс істеген. Екінші ағасы Тойкен ағамыздың Жүсіпбеков Қоқан Көпешеұлы. Ол кісі бүкіл саналы ғұмырын Амангелді ауданында және Амантауай ауданының сельхозтехникасының бастығы болып, бүкіл саналы ғұмырын сол жерде өткізді. Торғай облысында сол жерде балалар өсті. Пенсияға шыққасын мына Астана қаласына көшіп кетті. Үшінші осы Тойкен ағамыз аралары өздері алшақ, бірақ 3 ағайынды жігіт. Әкесі Көпеше Сутенгенов Көпеше, атамыз елге белгілі емші болған кісі. Анасы Тойкен ағамыздың Шөп әжем. Ол кісі осы ауданымыздағы Түркібай, біле бермейді ғой, Түркібай атамыздың аудан мешіттің аты берілген мешіт Түркібай атамыздың тікелей ұрпағы, сол бір баласынан тараған Шөп әжеміз Тойкен ағамыздың шешесі. Ол кісі мынау Шөп әжем, білетін шығарсыздар, Тілеміс атамызды Темір деген кісінің әкесі, сол кісінің туған қарындасы, сол Наурызымның тумасы. Сол ең үлкені менің әкем, енді өмірбаянында сіздер білмейтін жақтарын жай айтып өтейін. Қалай бір семьяда өстік Тойкен ағамызбен. Себебі менің әкем ең үлкен болғасын, әкесі қолында бол, шешесі қолында бол, екіншісі қолында бол. Менің анам осы 16 жасында келін болып түскен осы Шөп әжемнің, ол кісі де менің анам да осы Түркібай атамның тікелей ұрпағы, бір баласынан тараған Шөпшектен менің анам. Сол сіңілісін алып берген сияқты өзі атастырып, өзі осы Наурызымнан алып келген. Соны аталарымыз өзі, анам да бәрі де айтып, сол естіп өстеміз. Сондықтан да айтып отырмын. Енді сол анасы ерте қайтты. Шөп әжем Тойкен ағамыз 10 жасында болғанда сонда қайтқан. Сосын анам менің сол семьядағы енді осы Тойкенді, бір семьяда әкем, інісі Қоқан, інісі Тойкен, әкесі Қарт, әкесі Көпеше атам. Сол 4 ер адам оның сыртында менің біз 6 ауыз анамыздан. Сол 6 баланы тәрбиелеп, 2 қайнысын, сол анам көбінесе осы біздің жаңа Тойкенге қамқоршы болған екінші анасы ретінде, әкем менің әкесі ретінде болған.
Тойкенге. Өйткені әкесі тірі болған ғой, бірақ үлкен кісі ауырды, кейінгі жылдары жас кезінде көп емші болған, осы Торғай Қостанай өңіріне белгілі. Енді Тойкен ағамыз сол 10 жасында қалған, содан мен мысалы 59 жылы өмірге келіппін, сонда Тойкен ағамыз 13 жастағы бала 6-7 оқитын. Ал менің үлкен ағам, қазір Астанада тұратын Абай, ол 54 жылы, ол кезде ол тоже кішкентай, 4 жастама, сол көбінесе екеумізді Тойкен ағамыз бағатын, қамқоршы болатын, өйткені әкеміз көбінесе бухгалтер болғасын, анамыз үйдің шаруасымен, сонда Тойкен ағамыз көбінесе бізді бағып, қағып, сол көтеріп жүретін. Сол енді кейін ол кісі 10-ды сол қайғы мектебінен 10-ды бітіріп оқуға түсті. Енді біріншіден айтып отырған келгені, біздің ол кезде қазақша мектеп болмаған ғой, сол қайғы өңірінде ең бірінші қазақ мектебі ашылған. Сол қазақ мектебінің ең бірінші директоры болып, осы Тымпиев Сейіт ағамыз Тақшы руы Еспай бізге жақын, сол кісі келіп директор, алғашқы директор болған. Сондай Наурсым, Дәмді, Торғай облысында қазақ мектебі болмаған. Оны мен әкемнен естігем. Сонда жан-жақтан келіп, мынау Торғайдың балалары, Наургүлдің, Наурызымның, Дәмдінің бүкіл жан-жақтан келіп оқыған ғой біздің қайғыда. Сонда әрбір туыстарының үйінде, сонда сол қаншама бала болған сол бір мектепте. Сол жан-жақтан келген балалардың арасында өскен осы Тойкен ағамыз. Жан-жақтан, былай қарап отырсаң альбомда, бәрін фотоларында жан-жақтың балалары мектеп кезде былай қарайсың ғой, мынау Шолақсайдікі, мынау Дәмдінікі, мынау Наурызымдікі, сонда көбі қайғыдан мектеп бітірген екен. Сол қазақ мектебін бітіріп оқуға түсіп, оқуды бітіргесін осы Докучаевқа мұғалім болып келді. Мен өзім қайғы мереке орта мектебінде оқыдым. Орысша, ол кезде орысшасыз оқуға түсе алмайсың. Қостанайда қазақ институттары жоқ, сондықтан да анам мені орысша классқа берген. Орысша классқа, сол орысша классты 8 классқа шейін бітіріп, 8 класстан кейін жабылып, жаңа орысша класс. Сосын мен осы әкем Тойкен ағамыздың үйіне келіп жатқызып, сол Тойкен ағамның үйінен 8 сол кезде Тойкен ағамыз жаңа ғана завуч болып аралас мектепте жұмыс істеп жатқан кезі. Сонда менің өзімнің 2 жыл жұмыс оқыған кезде байқағаным мұғалімдер орыс, көбінесе дені орыс мұғалім болды. Ол кезде сырттан келгендер көбінесе, даже аудан басшыларының өзі сырттан келгендер болды. Ол кезде аудан басшысы Мейіров болған кез. Сонда сол мектептегі орыс мұғалімдердің өзі Тойкен ағамызды қатты сыйлайтын, жас болсын. Сол 2 жыл Тойкен ағамыздың үйінде өзім балалық шағымды сол кісімен өткіздім ғой. Одан кейін 3 жоғары класста сол Тойкен ағамыздың үйінде жатыр. Бақытгүл жеңгеміздің қолында болдым. Сонда көргенім, Тойкен ағамыздың мектептесі, жаңа мұғалімдер айтып жатыр ғой, мектептесі жанышатын осы көбінесе үйде болмайтын, кеш келетін мектептен ерте кететін. Менің өзімнің балам қазір Алматыда жұмыс істейді, Бейбіт деген. Сол осы 2-ші класста осы Тойкен ағамның мектебіне келіп, қайғыдан 1-ші класты қайғыдан бітірді, 2-ші класстан осы Нұрзия мұғалім болды. Осы мектепте оқып, 10-ші класты осы мектепте бітірді. Сол Бейбіттің атын туғанда Тойкен ағамыз осы больницадан шығарып алып, атын Тойкен ағамыз қойған.
Бейбіт Сагалиев деп болсын деп, Бейбіт Сагалиев осы ауданымыздың азаматы ғой, соны жақсы көргендігі шығар. Бейбіт азамат, сол Бейбіт Сагалиевте ағасындай болсын деп, соның атын қойған, өзі атап. Сол артынан оқып жүрген кезде төмен класста сұраймын, сонда ылғи айтады, сабақ Тойкен ағамыз екеуміз бірінші кішкентай ғой кезде төмен класста. Тойкен атамыз дейтінді. Тойкен атамыз екеуміз бірінші болып келеміз школға. Соның қасиеті, осы Тойкен ағамыздың қасиеті, сол бейбіт балама ауысқан сияқты, ылғида ешқашан жұмысына кешігіп келмейтін сондай бала қазір Алматыда жұмыс істейді. Сол бір естелік деп айтып отырғаным ғой. Енді Тойкен ағамыздың қасиетіне келсек, өте еті тірі пысық адам еді. Үйде ешқашан бір шаршадым, кеш келсе де шаршадым дегенді айтпайтын. Ол кісі жата қалуды білмейтін, қашан ұйықтағанын шыныда білмейтінбіз. Ылғи үйдің шаруасының өзін мынау үйге етті де әкелетін сол кісі, тамақты да әкелетін сол кісі, мектептің жұмысында сол кісі, сондай кісі болды. Енді ол табиғи өзінің сондай болмысы, өте үлкен жүректі, сондай туысқа деген жанашырлығы. Менің әкемді мысалы ол кісі атымен атап көрген жоқ, тәте деп айтатын. Сосын Тоқан ағамда екіншісі тәте деп айтатын. Сондықтан да сол кісілерден біз тәте деп айтып кеттік әкемізді. Сол Тойкен ағамда. Сол ешқашан айтқанын болжытпай орындайтын. Мен өзім оқуға институтқа барарда әкем Тойкенге айтты, тұрғындым Ақтөбеге мединститутқа барасың, өзім медик болып жүрем деп жүрген. Сонда Тойкен ағам ғой, мені жоқ мұғалім боласың, мұғалімдікке апарам деп. Сол Тойкен ағамыздың жолын қуған мен, осы біздің әулетте басқа мұғалім жоқ, сол Тойкен ағамыз бастады мұғалім. Мен одан кейін сол 13 жыл Мереке орта мектебінде мұғалім болдым. Одан кейін осы аудандық оқу бөлімінде 7-8 жылдай жұмыс істедім. Завмедал кабинет болдым. Сонда осы жұмыс бабымен де білем Тойкен ағамызды. Сиқырлы қазанға бірге бардық. Сиқырлы қазан 92 жыл, 91 жылдары телевидениеде ұйымдастырылған үлкен конкурс. Тікелей түсіреді, прямой эфирде. Соған мен осы Тойкен ағамен бірге бардым, өйткені методист ретінде. Бізде мен методист по воспитательной работе жұмыс істеп жүрген кезім, сол Тойкен ағамыз біздің группаның бастығы, мен методисі, ұмытқан апай қазақ тілінің маманы. Сосын мен қайғыдан Маданбай Шагиров деген музыка пәнінің мұғалімін алдым, себебі ол кісінің музыкалық образованиесі барды. Сол осы Жамбыл мектебінен дені көп оқушыларды осы мектептен алдық. Сонда барғанда кейбір ойлаймын, біз өзіміз ғана барғанда шынында да басқаша болатын еді, ондай жеңіске жете алмайтын бек. Ал Тойкен ағамыз басқарып, ол тиянақты ол кісі. Бізді қазір мысалы бір жерде жиналатын болса, сол жерде уақытпен жиналуымыз керек. Мысалы базарға жіберді ме, мынандай уақытта боласыңдар дейді, сол уақытта болуымыз керек. Болмасаң ол кісіден ұрысты естиміз. Сондай тиянақты кісі де. Мен районда жүріп, ондай тиянақты емеспін, ол кісінің тиянақтылығы өте тәртібі, сондай күшті еді. Сол ұмытқан екеніміз, солай қорқып тұратынымызды ағамыздың. Енді сонда жеңіске жеттік, сонда барған кезде жүйрі мүшесінде Тұңғышбай Жаманқұлов еді, артист, сол кісі болды. Сосын өнер мектебінің директоры болды, үлкен министерстводан болды, комиссия мүшесінде. Сонда сол кісі бар бұл, үлкен, мысалы біз болсақ министрдің жанына барып тұра алмаймыз ғой, ұяламыз. Ол кісі сол жерде солармен бірге араласып, сол жерде сөйлесіп, жаңағы кәдімгі Тұңғышбай Жаманқұлов айтады, ағай, Тойкен ағай біздің ауылдың бір үлкен кісісіне ұқсайды деп. Сол сияқты, сондай қасиеттері бар еді, ондай көпшіл,
сондай ешқашан жатсынбайтын ешкімді, бәрін осы жақсы көріп тұратын, оқушыларының бәрін жақсы көретін. Енді осы сіздерге рахмет, неге ұйымдастырып жатсыздар. Биыл неге анау жаңағы кітап жазғанда Торғай шақырған, бірақ та мен бара алмадым. Ол кезде бір Астанаға кетіп қалдық та, құдашамыз айтты. Сосын бара алмай қалдым, естіп жатырмын, оқып жатырмын. Тамаша жазылған, Тойкин ағамыз туралы да жазылған, бүкіл мектеп мұғалімдер жазылған. Мұғалімнің ісі, мен өзім де мұғалім болып көрдім. Мұғалім қиын ғой, басшы болу екі есе қиын. Өйткені мен осы Мереке орта мектебінде завуч болып істедім, жұмыс атқардым. Сондай сол кезде сол мұғалім болғаннан басшы болу деген өте қиын нәрсе. Өйткені үлкен адамдармен жұмыс істейсің. Соның бәрі неге осы кісі сондай жұмысты атқарды. Айтады ғой, жақсы адам ғана жақсы басшы бола алады. Осыны ойшыл, философ баласы күніне айтқан екен. Сол әрбір адам басшы болғанмен, бірақ жақсы басшы болмайды. Бұл кісі жақсы басшы болады деп ойлаймын. Өйткені мен районода істеп жүрген кезде 90-шы жылдары осы мектеп ең республика, ол кезде конкурс өткізетін, жай ғана қазіргі кездегі емес, ол кезде бүкіл мектептердің арасында конкурс болып, соны жылдың аяғында нәтижелейтін. Сол кезде біздің осы Жамбыл орта мектебі ылғи да бірінші орын, екінші орын сондай алып отыратынды. Соның нәтижесі осы жаңағы мұғалімдер айтып жатқан еңбектің нәтижесі деп ойлаймын. Сондай ешқашан ол кісі барлық жаңа айтып отыр ғой, болтына шейін қарайтын деп. Сондай еңбек беретін нәрсе ғой. Енді сол айтайын деген мен енді сұрақ қойғыларыңыз келсе қойыңыздар, айтамын, жауап беремін. Оқушылар сұрақ қойса, көп рахмет Тұрғын апай. Кезекті тағы бір тамаша әнге берейік. Балмекен Шәкібаеваның орындауында бауырларымен қабылдаңыздар. Saqal
тілектеріңіз болса, лебіздеріңіз болса, ұстаздар қауымы. Егеменді Қазақстанда 18 жылы Тойкен ағамыз туралы Назира Жарымбет деген журналист жазған қазақ мектебінің ашылуына себепкер болған суретімен шығарған үлкен мақала. Сол мақалада жаңа екі газеттің түсетін ойын, сосын осындай вариантын мен Айманға жаңа алып келіп бердім. Сосын осы Тойкен ағамыздың үлкен ағасы, екінші менің әкемнің інісі Қоқан Жүсіпбеков туралы да үлкен газетте жазылған бір бет бұл. Соны алып келем деп жаңа ұмытып кетіп, оны да сіздерге беремін жанында осы бұрышында. Қай заманда, қай қоғамда болсын, ұрпақты тәрбиелеу ұстаздарға жүктелген зор міндет. Ыбырай бабамыз негізін қалаған ұлттық мектептің бірі Жамбыл орта мектебі 1982 жылы салтанатты түрде ашылды. Қатар орналасқан Докучаев орта мектебінен бөлінген жаңа білім ордасын басқару Тойкен Көпешұлына табысталды. Осы қызметті ұзақ жылдар бойы, нақты айтқанда 30 жыл абыроймен басқара отырып, ұжымды ұйыстырып, педагогтардың жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беру ісіне, нәтижелі еңбек етуіне барлық жағдай жасағанын, білім ордасының облыстағы санаулы үздік мектептердің қатарында танылуына қосқан үлесі зор екенін осы отырған баршамыз жақсы білеміз. Қадірменді шақырылған қонақтар, бүгін Тойкен Көпешұлын еске алуған іс-шарамызда өз мәресіне жетті. Баршаңызға, отбасына, аяулы жары Бақытгүл апайға, туыс-туғандарына, әріптестеріне, замандастарына, ізін жалғастырушы шәкірттеріне алғысымызды білдіреміз. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға береке, бірлік, елімізге тыныштық тілей отырып, жаралған жақсы үмітпен мұраттардан ұлы ұстаз білімнің шамын жаққан, сақталсын мәңгі есіміңіз жүректерде, өлмей тұғын артында із қалдырған деп. Сүтемгенов Тойкен Көпешұлы ұжымды басқаруда, жас ұрпаққа білім мен тәрбие беруде аянбай еңбек еткен ұлағатты ұстаз, үлгілі басшы ретінде шәкірттерінің, әріптестерінің, замандастарының, ұрпақтарының жадында мәңгі сақталады. Бүгінгі еске алу кешімізді Аманжол Шәмкеновтың сөзіне жазылған Абылахат Еспаевтың ұстазым әнімен бәріміз бірге аяқтасақ, қарсы болмассыздар деп ойлаймын.
күнімізді өтуіне атсалысқандарыңызға баршамызға рахмет. Енді осы жерге тек фотоға түседі. Thank you.